қадірменді халайық, Алланың қалауымен, жүрегі кең, жаны жомарт, жұртшылығымның қолдауымен, Харекет қайырымдылық қорының баспанасының кілті 9 жыл бойы бөтен босағада жүрген, пәтерден пәтер ауыстырып жүрген, Қостанай облысы Әулиекөл ауданында тұратын көп балалы ана Динара Әлмағамбетоваға табысталады. Қоныстарың құтты болсын, іші толған бақ береке болсын. Сендердің үйлерің енді, сендер осы үйде тұрасыңдар. Мінеки үлкен, кең, жып-жылы. Құтты болсын үйлерің. Келіңдер балалар, кіріңдер бәріңде. Қандай күшті, Динара, ұнай ма үй? Жаным, мінеки қара, мынау кухнясын қараңдаршы, даладай. Мынау қонақ бөлмесі. Мә, қандай деген, үйлеріңе құтты қонақ келетін болсын. Үйлерің құтты болсын, той-тойға аласың. Харекет қайырымдылық қорына ризашылығым мол. Гүлмира Мұхан қызына Алла разы етсін. Көп-көп рахмет сізге.